Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі кітабының 82, 83, 84 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бүгінгі біздің тақырып Healthy World. Енді тапсырмаларды орындайтын боламыз. 83 беттегі тапсырманы ашамыз. Бірінші жаттығу. Exercise number 1. Look at the picture, answer the question. 82-ші беттегі суретке қара және де сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ, where are the children? Балалар қайда отыр дейді. Суретке қараймыз, балалар мектеп асханасында отыр. Бірінші сұрақтың жауабы, they are in the canteen. Олар асханада. Екінші сұрақ, can you name any of the food? Суретте тұрған тағамдардың аттарын айта аласың ба дейді. Суретке қарайтын болсақ, бізде бір бала сэндвич, екінші бала бізде салат жеп отыр. Салаттың ішіндегі қосылған заттарды айтатын болсақ, қызанақ, томато, оның қасында алма, apple және де мандарин. Tangerine, мандарин. Сұрақты оқитын боламыз. Үшінші сұрақ, is the food healthy? Оның жеп отқан тамақтары пайдалы ма дейді. Суретке қарасақ, бір баланың жеп отқан тағамы пайдалы. Яғни ол салат, жемістер мен көкөніс жеп отыр. Үшінші сұраққа жауап береміз. Is the food healthy? Төртінші сұрақ. What do you usually eat at school? Сен мектепте әдетте не жейсің дейді. Төртінші сұрақтың жауабына өздеріңіз мектептің асханасында не жейсіздер, соны жазып шығыңыздар. Мен мысалға каша жеймін, porridge. Және де чай ішемін, drink tea. Екінші жаттығу, exercise number 2, read and choose, there are 2 extras. Тапсырма бойынша оқы және таңда дейді. Healthy eating, пайдалы тамақтану. Берілген сөйлемдердің ішінде 2 сөйлем артық, сол 2 сөйлемді табуымыз қажет. Пайдалы тамақтануға қай сөйлемдер жатады, соны анықтаймыз. Біріншісі, give your body what it needs to work properly. Сенің денеңе дұрыс жұмыс жасау үшін қажеттіні береді дейді. Бұл бізде пайдалы тамақтануға жатады. Екінші сөйлем, gives you more energy. Сізге көбірек қуат береді. Бұл да бізде пайдалы тамақтануға жатады. Үшінші сөйлем, makes you fat. Сізді семіз етеді. Бұл бізде пайдалы тамақтануға жатпайды. Төртінші сөйлем, stops you getting sick. Ауруды тоқтатады. Яғни сені ауру қылмайды. Бұл бізде пайдалы тамақтануға жатады. Жазамыз. Бесінші сөйлем, makes you feel sad. Сізді мұнайтады. Бұл бізде пайдалы тамақтануға жатпайды, яғни жазбаймыз. Бізде бұл тапсырма бойынша пайдалы тамақтануға бірінші, екінші және де төртінші сөйлемдер жатады, ал үшінші және бесінші сөйлемдер жатпайды. Exercise number 3. Make sentences to complete the poster. Үшінші жаттығу. Постерді аяқтау үшін сөйлемдерді құрастыр дейді. Бірінші мысал келтірілген сөйлемді оқимыз. Бізде бұл жерде fruit, eat and more vegetables деген сөздер берілген. Бізде fruit жеміс, eat жеу, and және more vegetables көптеген көкөністер. Сөйлемді оқимыз. Eat more fruit and vegetables. Көбірек жемістер мен көкөністер жеңіз дейді. Екінші сөйлемді оқимыз. Бізде active, get, day, every деген сөздер берілген. Осы сөздерден сөйлем құраймыз. Күн сайын белсенді бол дейді. Үшінші сөйлем бізде берілген сөздер lot, drink, water of. Бізде drink a lot of water деген сөйлем шықты. Яғни көп су іш. Төртінші сөйлем бізде 10 sleep hours деген сөздер берілген. Sleep 10 hours деген сөйлем шықты. Сағат 10-да ұйықта. Exercise number 4. In pairs, write 2 more ways to a healthy body. Draw pictures, present them to the class. Жұп болып бөлініп, сау дене туралы тағы 2 сөйлем жазыңыз дейді. Яғни деніміз сау болу үшін не істеуіміз қажет. Сол туралы жазамыз. Сурет сал деген және де сол суретті сөйлемді сыныбының алдында оқып шық дейді.
Екі сөйлемді былай жазсақ болады. Күнде жаттығу жасау, do exercise every day. Екінші сөйлем, таңертең ерте тұру, get up early in the morning. Енді 84-ші беттегі 5-ші жаттығуды орындаймыз. Exercise number 5. Listen, point and repeat, then match. Тапсырма бойынша тыңда, көрсет және де қайтала. Содан кейін барлығын сәйкестендір. Бізде сан мен сөздер берілген, ал төменгі жақта әріптер мен суреттер берілген. Сол әр суреттің атауын табуымыз қажет. Бірінші мысалды оқиық. Бізде B суреті. Бізде бірінші сурет salt and pepper, B суреті. B суретінде бізде тұз және бұрыш. Екінші бізде cabbage, бұл бізде қырыққабат, яғни капуста. Екіде И болады. 3 pizza, бұл бізде F болады. Төртінші бізде sausage, бұл бізде шұжық, яғни колбаса, G суреті болады. 5-те бізде olive oil, яғни оливковое масло, D болады. 6-да майонез, яғни майонез, бізде бұл G суреті. 7 бізде летюк, яғни латук салаты, A болады. 8-де бізде cucumber, яғни C, қияр берілген. 8-де бізде C болады. 9-да бізде mushrooms, саңырауқұлақтар, I әрпі болады. 10-дағы сөз бізде mustard, яғни горчица. H суреті болады. Exercise number 6. 6-шы жаттығу. You want to make a salad in pairs, decide what to include. Бұл тапсырма жұппен орындалатын тапсырма. Сіз салат жасауыңыз қажет және жұбыңызбен шешуіңіз қажет. Сіздер салатқа не қосасыздар? Бізде мысал келтірілген, соны оқиық. Let's put some tomatoes in our salad. Бала айтады, салатымызға қызанақ қосайық деп. Қыз айтады, yes, sure. Why not? Я, қосайық. Неге қоспасқа? Дәл осылай суретте көрсетілген басқа да көкөніс пен жемістерді жазып, қайсысын қоссақ болады және де қайсысын қоспаймыз, соны жазып шығамыз. Бірінші мысалды келтірдік. Екінші мысал, let's put some carrots in our salad. Салатымызға сәбіз салайық. Қыз айтады, oh no, let's put some cucumbers. Ой, жоқ, біраз қияр салайық дейді. Үшінші сөйлемде біздің салатымызға майонез қосайық дейді. Yes, sure, why not? Я, қосайық. Неге қоспасқа дейді. Сіздер өздеріңіздің жұптарыңызбен салатқа не қосасыздар, соны жазып шығыңыздар.